Намаздың алдында зікір жасауға тырысыңыз. Намаздың алдында ойыңызды Алла туралы ойларға бұрыңыз. Мысалы, егер сіз компьютер ойынын ойнаған болсаңыз, және содан кейін кітап оқи бастасаңыз, немесе бірден ұйықтауға кіріссеңіз, компьютер ойыны басыңыздан шықпай тұрады. Солай ма, жоқ па? Егер сіз қандай да бір әрекет жасасаңыз, немесе бірдене көрсеңіз, келесі бір іске кіріскенде алдыңғы нәрсе ойыңыздан шықпай тұрады. Әрине, баста мәңгі қалмайды, бірақ алғашқы бірнеше минуттарда ойыңыздан кетпейді. Сонымен сіз осы дүниеде болып, бірден ақиретке кірісетін болсаңыз, онда бұл дүние басыңызда ойнап тұрады. Сондықтан қысқа үзіліс керек. Сол үшін бізде намаздың алдында азан бар. Азан осы дүниеден алыстап, одан толық үзілетін сәт болу керек. Әдетте осылай болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезінде Билал радиаллаху анху мешіттің шатырына шығып, ол кезде қазіргідей мұнара болмаған. Ол шатырға көтеріліп, оған көтеріле алу үшін арнайы жер болған. Мешіттің сыртынан намазға азан шақыратын. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Мәдинада осыны естігеннің бәрі істеп жатқан нәрсесінің барлығын тастайтын. Сатушылар маңызды шаруаларын барлығын тастайтын. Сатып алушылар істерін тастайтын. Егістікте жұмыс жасап жатқандар шаруаларын тастайтын. Жұмыстарын қалдырып, азан тыңдайтын. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Осылай Билал радиаллаху анхудың әдемі үнін тыңдайтын. Билал азанды қайтып шақырған білмеймін. Бар жоғы өзім айта алатын азанды салып жатырмын. Алла ұлық дегенді естіп, намазға қарай жүретін, дәреттерін алып, азан тыңдайтын. Алла ұлық, алдымен Алла тағаланың есімі аталады. Алдымен Алладан басқа Құдай жоқ екеніне куәлік етеміз. Біз ашхаду ан ла илаха иллаллах деп айтамыз. Содан кейін Расулуллах саллаллаху алейхи уассаламның есімі аталады. Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Сосын біз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Алланың елшісі екеніне куәлік етемін деп айтамыз. Олар дәрет алатын, намазға келетін, және мешітке келіп азан тыңдайтын. Және мына дүниеден үзіліп, оны артқа тастайтын. Хайя аля салаа. Намазға асық. Не үшін асығымыз керек? Хайя алал фалах. Азаттыққа, мәңгілік бақытқа жетуге асық. Және соңғы сөздері де сондай әдемі. Басында Алла туралы сөз болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туралы сөз болды. Намаз жайында болды. Үш нәрсе айтылды. Алланың ұлықтығы, біз еретін пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, біз оқиын деп жатқан намаз, және соңында біз бұны кім үшін жасаймыз? Аллаху акбар, Аллаху акбар. Алла жалғыз, елестетіп отырсыз ба? Сіз бұны естісеңіз, осы дүниені артқа тастасаңыз, сіз толықтай намаз оқуға дайын боласыз. Бұрынғы мұсылмандар мешітке келгенде не істейтін еді? Алдымен олар азан шақырылғанда барлық жұмыстарын тастап мешітке келетін, дәрет алатын, мешітке келіп жеке нәпіл намаздарын оқитын, сүннет намаздарын оқитын, соңғы минуттарда жүгірмейтін, дун ракаттарды өткізіп алып, имамды рукухта қуып жетпейтін.
Жоқ, асықпай байыппен намаз оқитын. Сосын имам келгенше отырып зікір етіп, Алланы еске алып отыратын.